Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмағалиева Гүлсая Нұржанқызы. Тақырыбым әділ болу дұрыс дегенді білдіреді. Қымбатты балалар, ертегілер бізді адалдық пен шындыққа үйретеді. Сондай-ақ бөтеннің затын алмауға шақырады. Балалар, қараңдаршы, менің қолым таза ма? Менің қолым таза, балалар. Сол сияқты қолымыз сияқты біздің жүрегіміз де таза болу керек. Адал бала дегеніміз ешкімді алдамайтын, әрқашанда шындықты айтатын, біреудің затын рұқсатсыз алмайтын бала. Ал егер де рұқсатсыз алған болса, кешірім сұрау керекпіз балалар, иә? Ал мен бүгін сіздерге бір ертегі айтамын. Ертегіде Маша деген қыз біреудің затын рұқсатсыз алады. Бірақ кешірім сұрай ма, әлде өтірік айта ма? Оны бірге көрейік, иә? Ертеде орманда бір үй болыпты. Ол үйде аюлар тұрады екен. Әкесі, анасы және кішкентай баласы тұрады екен. Орманда достарынан адасып қалған Маша құрбыларын шақырады. Сөйтіп келе жатса, орманда жалғыз тұрған бір үйді көреді. Келіп есігін қағады. Ешкім ашпайды. Тағы да қағады. Ешкім ашпайды. Ішке кіреді. Үйдің ішін тамашалайды. Үстелдің үстінде тұрған ботқаны көреді. Қарны ашқан Маша ботқаны сұрамастан жеп қояды. Қарны тойған Маша енді шаршағасын ұйықтап қалады. Сол уақытта Маша аюлардың даусынан шошып оянады. Келіп аюларға: Мен кештің кездерсі, сен ботқасын шықпайды. Балалар, қараңдаршы, Маша деген аюдан қанша қорықса да, ол шындықты айтты, адал болды. Жарайсың, Маша. Ал біздің балалар адал ма екен? Оны біз адалдық дүкеніне барып көрейік, иә? Біз адалдық дүкеніне келіп, онда түрлі тәттілер, ойыншықтар барлығы бар. Бірақ сақ жоқ. Ал енді сіздер адал дүкенімізді көрейік, иә? Бөтеннің заттарын алмаңыз. Назарларыңызға рахмет.